Қайырлы күн достар. Бүгін біз Қазақ Блиц айдары барысында қала жастарының сәлем салу дәстүрін қаншалықты білетіндерін және ұстанатындарын білетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Саламатсыз ба? Сізге бір сұрақ қойсам, сәлем салу дәстүрі туралы не айта аласыз? Сәлем салу ол келіннің алғашқы өзінің күйеуінің үйіне келін болып түскен күннен бастап сәлем салу міндетті деп ойлаймын. Сізге бір сұрақ қойсам, сәлем салу дәстүрі жайлы не айта аласыз? Сәлем салу енді бұл келіндер өзін басқа әулетке түседі келін болып, сол кезде түскен кезде сәлем салады. Ата енесіне сәлем салады, өзінен жоғары қайнағаларына, өздерінің жоғары абысындарына, өзінен үлкен сол қайын жұртының елінің жағына сәлем салады. Жалпы сіз өзіңіз келінсіз ғой, сіз сәлем саласыз ба қазірге дейін? Иә, саламын. Қыздар сәлем, сендерге бір сұрақ қойсам, сәлем салу дәстүрі жайлы не айта аласыңдар? Айтайын ба, сәлем салу үлкендерге құрмет ретінде, сәлем салу күйеуіңнің амандығын тілеу ретінде салынатын. Дұрыс негізі. Дұрыс ба? Сендер болашақта келін болсаңдар сәлем саласыңдар ма? Салып жүр ғой. Иә, келін. Қыздар сәлем, сендерге бір сұрақ қойсам, жалпы сәлем салу дәстүрі туралы не айта аласыңдар? Сәлем салу дәстүрі дегеніміз ол қазақтың бұрыннан келе жатқан дәстүрі. Яғни жаңа түскен келін немесе жалпы келін болып түскен қыз баласы үлкендерге өзінің құрмет ретінде сәлем салады. Сізге бір сұрақ қойсам, қазақтың сәлем салу дәстүрі жайлы не айта аласыз? Сәлем салу ол біздің қазақтың несі ғой? Амандасу ол құрметтіліктің, сыйластықтың белгісі ғой. Ол ата заманнан келе жатқан, қалай айтса болады, ассалаумағалейкум деген жаңағы уже жағдайыңыз қалай, жақсы ма деген мағынаны береді ғой. Аман есен жүрсіз бе деген. Сізге бір сұрақ қойсам, қазақтың сәлем салу дәстүрі жайлы не айта аласыз? Сәлем салу? Сәлем салу деген күйеуге тиген кезде сәлем салады, немесе жалпы негізінде амандасу деген бар. Адамдар сәлемдесіп бір-бірімен амандығын сұрайды, сәлемдігін сұрайды. Сіз болашақта келін болсаң сәлем саласыз ба? Конечно, шымкентский қызға. Сонымен достар, біз сауалнамамызды аяқтадық. Сәлем салу дәстүрі жайлы өзім кішігірім айта кететін болсам, сәлем салу дәстүрі бұл келіннің жанұядағы қызметі мен әдептілігінің белгісі. Ата енесіне, қайын жұртына деген құрметі мен сәлемі. Сәлемді ата баба салтымен иіліп немесе тізесін бүгіп салады. Ендеше достар, келесіде қандай салт дәстүр туралы толыққанды ақпарат білгіңіз келетінін төменге пікірге жаза кетсеңіздер болады. Сондай-ақ пост пайдалы болса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.